Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, армысыздар достар. Маған жеке хабарласқан жігіттердің ұсынысы бойынша, яғни ол Photoshop. Photoshopта кесіп алу, бұл суреттерді кесіп алу, басқа бір суреттердің орнына қою, мынау инструмент дейміз ғой, инструмент құралдарды меңгеру деген сияқты. Кейбір білмейтін азаматтарға мен осыны көрсетіп кетейін. Яғни барлығын көрсетпеймін, тек қана мынау кесіп алу және мына суретке, келесі беттегі суретке орналастыру. Біріншіден не істейміз? Екі суретті мен алып келдім. Яғни мынау қызыл фон, одан кейін мынау біздің көлік. Осындай бір суретті алып, осы фонға алып келу керек. Мына жерде көріп тұрсыздар, кесіп тастайтын объектіміздің мына жерде слои деп тұр. Сол слоида мына жерде алқа тұр, яғни құлттанып тұр. Соны не істейміз? Оң жақтағы тінтуірді басамыз, одан кейін слой из заднего плана дейді. Басамыз, окей. Болды, міне алып тасталды. Яғни басқа да варианттары бар. Екі рет үстінен сол жақтағы тінтуірді басамыз, одан кейін окей. Міне болды. Мынаның кесудің амал жолдары мынандай әртүрлі бізге құрал берген. Инструмент лассо, инструмент прямолинейный лассо, инструмент магнитный лассо дейді. Кәдімгі лассо ол аласыда былайынан кесіп тастай бересіз. Оны тұрамызда мынандай құралмен алып тастауға болады. Бірақ кейбір азаматтарға ол басқа бір бейнелерге ол қажеті бар, бірақ дәл қазір бізге қажеті жоқ. Так, мен мынаны дубликатын істеп қойайын. Дубликат сіздерге анық болсын деп мынаны алып тастаймыз. Әрдайым бір жұмыстанған кезде сіздердің қателеспеуіңіз үшін мынаның екінші копия дейміз ғой, оны копия демейді, мына Photoshop саласында дубликат деп айтады. Дәл осы суреттің копиясы дейміз ғой, біз қарапайым қазақтар. Міне кейбір азаматтар осы лассо, яғни кесетін құрал, оның әртүрлісі бар. Прямолинейный лассо дейді. Оны бүйтіп тінтуірмен басамыз, алып келеміз, бүйтіп тінтуірмен басамыз, міне тік деп сөйтіп алып келе береміз да. Содан кейін екі рет соңына келген кезде, екі рет басып жүрген кезде мынандай болады. Міне, мынау өзі кетеді. Мына жерде магнитный лассо деген бар. Яғни Ctrl-D деп мынандай отметканы Ctrl-D-ны басамыз, өзі кетіп қалады. Одан кейін мынандай магнитный лассо, мына жерде бүйтіп тінтуірмен тек қана ештеңені баспайсыз, тек қана бүйтіп жүргізіп өтесіз. Ол да бір қатты бір жұмыстарған кезде, асығыстық жұмыстарған кезде осы инструмент магнитный лассо деген өте жақсы құрал. Бүйтіп алып келеміз, ешқандай тінтуірдің еш жерін баспаймыз, тек қана бүйтіп айналасынан өткізіп алып келеміз. Енді мынандай жерлерде кішкене қиындатып кетеді. Сондай бір жерлері бар. Міне өйстіп өзі магнитпен алып кетеді. Келген кезде мына жерден бүйтіп ашып бересіз. Түсінікті ғой. Енді достар, Пироның әртүрлісі бар. Мынандай әртүрлісі бар. Мен сіздерге бірақ осы жігіттердің ұсынысы бойынша түсіндіріп өтіп кетейін. Мынандай қылып, бүйтіп жалғап. Міне достар, пироны бітірдік, яғни барлық жерлерді біз кесіп алдық деп есептейік. Одан мынау сызықтың жаңағындай біз, яғни сызып шыққанның үстінен оң жақтағы тінтуірді басамыз. Одан ішінде образовать выделенную область деген бар. Оны басамыз. Одан кейін пиксель, например, сглаживание бізге қатты қажеті жоқ. Окейді басамыз. Міне көрдіңіздер, біздің яғни цель, мақсатымыз осындай болып кесілулі тұр. Одан кейін бұлай аламыз. Мына кәдімгі құралымызды перемещение, яғни басты құралымызды аламыз да әдемі қылып бұлайынан алып келіп, мына фонға алып келеміз. Барлығыңызға түсінікті деп ойлаймын. Жаңағы ұсыныстан жігіттер, яғни сұраныстан отқан жігіттерге түсінікті шығар. Өйстіп қоямыз. Барлығыңызға рахмет тамашалағаныңызға. Сіздерге де әсер тиеді деген ойдамыз. Сұрақтарыңыз болса, сау арна пікір таласының ішіне жазсаңыздар болады. Парақшамыз бар. Осы видеоның астында сілтемесі болады. Рахмет барлығыңызға. Сау болыңыздар.